Сәлем гүлсүйетін қауым, гүлдер әлемі каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін шифлерамның жағдайын сіздерге көрсетейін деп тұрмын, және де осы горшокта отырған күйінше қалай тамырлату керек, соны көрсетемін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдап отырыңыздар. Қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей шифлерам менің жаздың күндері ең алғашқы каналымдағы ең алғашқы түсірілген видеоларда көрсеңіздер, осы шифлераның күтімі бар. Дәл осы гүлді сол кезде мен видеоға түсіріп, осы шифлераның күтімін салған болатынмын. Ол кезде шифлерамның жағдайы өте жақсы өсіп тұрған болатын. Жаздың күндері бізде үй ыстық болды, сондықтан есік терезенің бәрі жаздай ашық тұрады ғой бізде енді шілдеде. Сол кезде бұл гүлім менің сквознякта қалды, сондай бір жағдайлар болып ауырды. Мінекей түрін көрсеңіздер, жапырақтарының бәрі жұмсарып, ауырып, солып тұр. Қазір мен бұны кесіп те тамырлатуыма болатын еді. Мінекей мына жердегі жапырақтарын мен тазалап тастадым, жұлып алып тастадым, астыңғы жапырақтарын. Мінекей, бұл мен оны бекерден бекер жұлған жоқпын. Маған қазір ол жер керек. Қазір видеоның соңына дейін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен бұны не үшін кесіп тамырлатпай тұрмын? Гүл ауырып тұр біріншіден, өздеріңіз көріп тұрғандай. Ол тамырлауы да мүмкін, тамырламауы да мүмкін. Суға салып тамырлатсам да болар еді. Бірақ ауырып тұрған гүлдер негізі екі талай тамырлауы, тамырламауы. Себебі менің өзім практикамда мен ондай нәрселерді көрдім уже. Кейбір ауырған гүлдерімді өзіме алып қалу үшін отростық алып жоғарғы жағынан тамырлатып көрдім. Ауырып тұрған гүлдерімнің кейбіреулері тамырлап, тамыр ашып өсіп кетті. Енді болады өлермен сондай гүлдер. Ал тамырламай шіріп кеткендері де болды. Естеріңізде болса, өткен видеоларымда мен көрсеткен болатынмын. Фикус лиратаны кесіп жоғарғы жағын ауырып жапырақ тастап тұрған жерінен тамырлатам деп ойлағанмын, бірақ ол тамырламады. Ал астыңғы жағы, горшокта тұрған жағы 3-4-5-6 бүршік атып, сабақ шығады. Міне көрдіңіздер ме, осы жапырақты алып тастаған жерлерімнен енді тамыр шығады деген ойдамын. Бірақ егер ол сіздерде кеуіп кеткен болса, ол тамыр шығармайды. Мынау қазір суланып тұр. Мен дәл қазір бұның жапырақтарын алып тастадым. Сондықтан осы суланып тұрған жерлер кішкене кептіріп аламын. Осы жапырақтың бәрін астыңғы жағынан тазалап алып тастадым қазір. Кішкене кепкен екен, осы пакетті орап, қазір сіздерге көрсететін боламын. Ішіне топырақ салып, осыған осы горшокта тұрған күйінше тамырлатамын. Егер тамырлап жатса, өсіп жатса, сіздерге алдыңғы уақытта видеосын салып атам. Өліп қалса, онда өліп қалды деп сразу айтатын боламын. Мінекей осылай орайсыздар. Астыңғы жағын жақсылап орап, жіппен байлап қоясыздар. Мінекей осылай орап аласыздар қазір. Енді астыңғы жағын қазір жіппен жақсылап байлап аламыз. Сөйтіп осының ішіне негізі мох деген болады. Сол мохтың өзін орап, сыртынан пакет орап қойсаңыздар да болады. Бірақ қазір менде данный момент мох жоқ. Сондықтан мен бұған теравита салып, ішіне соған тамырлатамын. Теравита ішінде перлиті бар, сонымен тамырлататын боламын. Бұған енді осы топыраққа орап қойып, қарап отырмаймыз. Арасында шприспен кішкене су жіберіп намдап отырамыз. Себебі тамыр ашу үшін бізге нам топырақ керек. Менің топырағым қазір уже намдалған, дайын намдалған топырақ. Сол топырақты осының ішіне воронка ретінде істеп аласыздар осылай. Сөйтіп соның ішіне саламыз. Мынау жапырақтың алынған жапырақтың орындары тұр ғой, сол жерлерден тамыр ашу керек негізінде. Енді көреміз оны енді. Сіздерге алдағы уақытта тамыр ашып жатқанын, ашпай жатқанын бәрін бақылап отыратын боламын. Қазір күздің мезгілі болғандықтан бұл жақын арада тамыр ашып
тез арада тамыр ашып өніп кетеді деп сіздерге айта алмаймын, себебі күздің кезінде бұл өте жай болатын процесс. Ал егер мен бұны қазір көктемде істегенімде, может сәл жылдамырақ жүретін еді. Мінекей, осылай жақсылап топырақ түспейтіндей қылып, жақсылап орап аласыздар да байлап қоясыздар жоғарғы жағында. Мінекей, осылай әдемілеп байлап қоямыз. Топырақ түспеу керек. Мінекей, топырағыңыз кішкене ғана нам болу керек. Қатты, влажный, су былшылдап тұрмау керек. Себебі жаңағы жапырақтың жұлынған жерлері қатты влажный болса, ол жерлер терісі ашылып тұр ғой енді. Сол жерлер шіріп кетуі мүмкін. Аз ғана намдап аласыздар. Жай ғана намдап аласыздар. Қатты сулап, былшылдап суламайсыздар. Ал егер бұл сабақ кеуіп кеткен болса, мысалы маған кейбіреулер жібереді өздерінің гүлдерін, сабағы, астыңғы сабағын бәрі жапырағы түсіп қалған, ұзын болып кеуіп кеткен. Оларды уже тамырлататын болсаңыздар, дәл осылай тамырлататын болсаңыздар, онда оның тура осы жерден тамырлатам деген жеріңізді, мысалы осылай, топырақты осы жерге байлаймын, тамырлатам деген жеріңізді неменен, лезвімен кішкене тілесіз. Қатты өзегіне шейін тілмейсіз, слегка шейін сол бетін ғана тілесіз. Мінекей, екіншісін орап қойдым мен. Сөйтіп тілесіз да дәл осылай топырақ, или болмаса жаңағы перлит не орасаңыз да болады, не мох орасаңыз да болады. Бірақ тексеріп, суын анда-санда нам қылып, кішкене аздан ғана шприспен пакетті тесіп, су жіберіп отырасыздар. Себебі нам болмаса, ол тамырламайды, кеуіп кетеді. Мінекей, мен қазір сіздер көрініп тұр ғой, менде мына жер уже кеуіп кеткен, бұның жапырақтары жазда түсіп қалған. Сондықтан бұл жер кеуіп кеткен. Маған телефонменен ыңғайсыз болып тұр, өзім ұстап, өзім түсірген. Жай ғана осындай буындардың жанынан лезвімен тілесіз, кішкене ғана тілесіз. Сол жерге жаңа осындай топырақ орайсыз. Егер сізге кеуіп кеткен болса, егер мен сияқты дәл қазір жапырақтарын жұлып, дәл қазір орап жатқан болсаңыз, онда тілудің қажеті жоқ. Қатты опырып жібермейміз, әшейін жай ғана тіліп аламыз. Мына жерде камерамен ыңғайсыз болып тұрмаған. Сіздерге көрініп тұр ма? Осы жерді тілдім. Мына жоғарғы жағында ақ болып тұрған, ол жер уже жаңа жапырақ түскен жер жаңа. Енді ол жерден ашпасам, мына жерден тамыр ашсын деп мен запасқа келесі жерін тесіп қойдым. Мінекей, осындай воронка жасап аласыздар, астыңғы жағын байлап, ішіне осылай топырақ саласыздар. Қазір мен осыны орап, жоғарғы жағын байлаймын. Міне, көрдіңіздер ғой. Енді осы гүлдің осы тұрысы бойынша горшок менен полный гүлдің төбесінің бәрі жабылатындай етіп, парник жасап, парникке салып қоямын. Парник жасап дегенде ол не? Астынан шываки пакет па, қандай пакет бар үйде? Или болмаса бір ыдыс бар ма, сондай пластмассовый парник жасайтын ыдыстар бар негізі. Сондай ыдысқа салып парник жасап қоямын. Сол жерде тұрады. Жарық жерге қойып қоямын. Қатты күннің алдына, терезенің алдына қоймаймын, бірақ жарық бөлмеге қойып қоямын. Жарыққа қойсаңыздар, неғұрлым тезірек тамырлайды, және бұған парник керек. Влажностьті сақтап тұру үшін.